Саламатсыңдар оқушылар. Бүгін біз адам жасына байланысты есептерді қарастыратын боламыз. Бұл есептерде ешқандай формуланың қажеті жоқ. Әкесі қараңдар, әкесі 32-де, баласы 5-те. Қанша жыл бұрын әкесі баласынан 10 есе үлкен болады. Яғни бұрын десе, бірінші жауапта қарамыз. 3 жыл бұрын әкесі 29-да болады, ал баласы 2 жаста болады. Яғни бөлсең 10 шықпайды. Яғни бірінші жауап дұрыс емес. Енді 4-ті қойып тексереміз. 4 жыл бұрын әкесі 28-де, баласы 1-де. Бұл да жауапқа келмейді. Енді 2-ні тексерейік. 2 жыл бұрын ол 30-да, баласы 3-де. Міне 30-ды 3-ке бөлсек 10, яғни жауап 2 болады. Екінші мына есепті қарастырып көрейік. Шешесі 42 жасқа келгенде үлкен қызы 19, ортаншы қызы 11, кенжесіне 2 жас толды. Қанша уақыттан кейін шешесінің жасы 3 қызының жасының қосындысына тең болады дейді. Қарапайым теңдеу құрып шығарып көрейік. Яғни 2 жылдан кейін шешесінің жасына x-ті қосамыз. Үлкен қызына да x-ті қосамыз. Ортаншы қызына да, кенжесіне де x-ті қосып, мынандай қарапайым теңдеу алсақ болады. Сонда біздің x-іміз теңдеудің айнымалыларды бір жағына, сандарды бір жағына шығаратын болсақ, теңдеуіміз x 5-ке тең болады. Яғни 5 жылдан кейін шешесінің жасы 3 қызының жасының қосындысына тең болады.